Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін осындай кардиган тоқимыз. Ол үшін бізге қажетті жіп керек. Енді бұл кардиган тоқу үшін бізге жіп керек, және крючок 3 мм крючок керек бізге, және 4 мындай булавка, түйреуіш керек болады. Енді схемасына келетін болсақ, мен бір жасқа деп анық деп жатырмын. Бір жасқа мен 60 петля аламын. 60 петляны алғанда мен бұны алтыға бөлемін. Алдына 10-нан 20 петля. Өйткені біз алдын түйін жасаймыз. Екі иығына 10 петлядан, арт жағы 16 петля, және жан жағын бөлу үшін бізге бір петлядан тастап өтеміз. Енді түсінікті болу үшін қазір тоқып бастаған кезде түсіне жатасыздар. Жіпте мен пока енді акрилик алып көрсетіп жатырмын. Негізі өздеріңіз білесіздер, неше түрлі жіптер бар, турецкий жіп. Бұл жерде акрил 100%, 100 грамм және 300 метрлік жіп. Енді бастайтын болсақ, мен 60 петляны санап аламын. Цепочка ретінде тоқимыз 60 петляны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60 петля тоқып алдым цепочка ретінде. Енді біз мойын шығаруымыз керек. Бір петляны іліп аламыз. Біз бағана алдыңғы жағын 10 петля аламыз дедік. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз иық шығаруымыз үшін мына жерде бір петляның ішінен 3 петля тоқимыз. 1, 2, 3. Енді осының ортаңғы петлясына біз түйреуіш қадап кетеміз. Өйткені келесі айналымда бізге түсінікті болу үшін. Енді иығына біз 10 петля қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді 10 петляны тоқып біттік. Иығына мына жерден келесі петлядан біз 3 петля шығарамыз. 1, 2, 3. Осының ортаңғы петлясына біз тағы түйреуіш қадап кетеміз. Енді артына біз 16 петля тастағымыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, және соңғысы 16. Келесі петлядан тағы да бір петлядан біз 3 петля тоқып шығамыз. 1, 2, 3. Осының ортаңғысына біз түйреуіш қадап кетеміз. Келесі иыққа біз 10 петля тастадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі петлядан тағы да 3 петля шығарамыз. 1, 2, 3. Осының ортаңғысына біз тағы да түйреуіш қадап кетеміз. Енді алдында біз 10 петля қалу керек бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және соңғы петля бізде 10. Сонда бізде болды мынандай мойын шықты. Көрдіңіздер ме? Түсінікті ме? Енді келесі бір петля келесі бетіне аударамыз да, енді тура осыны тоқып шығамыз. Мына петляға келдік қой біз бағана, осыны снимать етеміз дағы. Осы тесіктен біз тағы да 3 не шығарамыз петля ортаңғысынан. 1, 2, 3. Үшіншісіне біз түйреуіш қадап кетеміз. Келесі түйреуішке дейін тоқимыз. Түсінікті болу үшін тағы біреусін көрсетейін. Мынасына емес, ортасындағысына 3 петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3. Қайтадан түйреуіштер қоямыз ортаңғы несіне. Шатасып қалмау үшін келесі айналымда. Осылай келесі екі нені тоқып өтіңіздер.
Біз тоқып алдық екінші ретті біттік. Енді үшінші ретқа келетін болсақ, біз қазір түйме шығарып көрсетеміз сіздерге. Мына жерде бүйтеміз. 2. Енді жоғары көтереміз. Және бірінен іліп аламыз да, мына жерге міне. 1, 2. Келесі тоже сондай. 1, 2. Бір ілмекті іліп аласыздар. Мына неден өткізесіздер, міне 1, 2. Тоже 1, 2. Біреу іліп аласыздар. 1, 2. 1, 2. Сонда бірден мынандай ұзақ пайда болды. Іліп аламыз. 1, 2. 1, 2. Және бана кейін иығына да солай тоқымыз. Мен шешейін. Мына жерден 3 петля шығарамыз. Іліп аламыз. 1, 2. Іліп аламыз. Мына тестен тағы жібереміз. 1, 2. Іліп аламыз. 1, 2. Келесі ары қарай кете береді. Ортаңғы петляға түйреуіштік кетеміз. Чтобы шатаспас үшін. Келесі. Ары қарай үстіп бәрін до конца тоқып шығарса, жүрсін деп ойлаймын. Түйреуішке келген кезде бір петлядан 3 петля шығаруды ұмытып кетпеңіздер. Мен соңғы иығына келдім. Соңғы неге мен қазір енді түйменің несін шығарым керек. Мысалы үшін сіздер егер қыз бала болса, мына оң жақ деп бассақ, оң жағынан шығарасыздар. Қыз бала болса. А егер ұл бала болса, сол жағынан шығарасыздар тесікті түйме қадау үшін. Енді міне мына жерге келдім, мен сізге көрсетейін түймені қалай шығарып берген. Қазір. Şu. Мына жерде біз мысалы үшін қазір біз 4 петляны біз түймеге деп алғанбыз. Қазір түсіндірем. Егер түйме кішкентай түйме қалайтын болсаңыздар, бірақ петля тастап кетсеңіздер болады. Мына жерде мен қазір бір петляны түймеге тастаймын. Өйткені мен 2 немен тоққаннан кейін дәу болып кетеді түймем. Сол үшін кішкентай түйме қалау үшін бір петляны іліп аласыздар да, мына жерге бір петляны тастап кетесіздер. И біреусін іліп алып, мына жерде 2 петля қалды ғой. Біреу, и мына жерде. Мына жерде біреу. Қазір түсіндіру үшін. Көрдіңіздер мұны? Түймеге тесік қалдық. Келесін түсіндірейін. Қалай тоқитынымызды. Міне біреусін іліп алдық. Енді шамды тесікті қалдырмыз. Бана қалып кеткен тесікке бірінен іліп алып тоқи бересіздер. Қыздардың ұмытпаңыздар. Қыздарға біз тесікті түймеге оң жағынан тастайсыздар, ұл балаларға сол жағынан тастайсыздар. Мына енді қыздар тоқып жатқаннан кейін мен оң жағынан қалдырып кетіп отырмын. Келесі айналымда осылай тоқып өтесіздер. Мынау түйреуіште 3 тесік 3 тоқыма тоқуды ұмытып кетпеңіз, өйткені жең шықпай қалады. Міне түсінікті деп ойлаймын. Міне көрдіңіздер ғой? Түймеге тесік қалдырып кеттім. Енді ары қарай осылай тоқи бересіздер. Міне көрдіңіздер ғой? Енді былайынан сос тоқу үшін дальше тоқисыздар. Өзіңізге қаншалықты жең, қаншалықты иық керек екенін. Міне мен өзіме керекті жерін тоқып алдым. Жеңі менде 16 см қылып алдым. Енді біз жең шығарамыз. Жең шығару үшін біз көрсетіп жіберейін. Түйреуіш тұрған жерге дейін тоқимыз. Мына түйреуіш жерге дейін келдік. Біз бұл түйреуішті қазір тастаймыз. Бізге енді бұл түйреуіштің қажеті жоқ. Және осы жермен мына екінші түйреуішке дейін мына түйреуіштің орнына мына жерден аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 петля тоқимыз. Жалпы тоқсаңыздар өздеріңіз зерттеңіз, өйткені жеңі тар болып қалмау керек. Көрдіңіздер ғой? Енді мына екінші түйреуіштің орнына алып тастаймыз. Осы жерге біріктіреміз. Көрдіңіздер ғой? Түсінікті ма? Енді артын артқы жағын тоқимыз келесі түйреуішке дейін. Біз екінші арқасы жағын тоқып алдым. Енді мына түйреуішті аламыз тоже. Бұл бізге керек емес. Осы ортаңғы тесіктен 5 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді келесі түйреуішке апарып қосамыз. Енді мына жағын кәдімгідей тоқимыз. Біткенше осылай тоқып бере саламыз. Міне көрдіңіздер осындай бізде жең пайда болды. Енді біз ары қарай көрсетейін қалай жалғастыратынымызды. Жаңағыдай үлгіде енді сплошной ешқандай петля қоспай біз тоқи береміз.
түсінікті шығар деп ойлаймын. Бағанағы тоқылған 5 петляны жалғастырып тоқып кетеміз. Тоже іліп аламыз біреусін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, мына жерде бесеу. Ары қарай жалғастырып арқа жағын тоқып кетеміз. Ары қарай өздеріңіз тоқып беріңіздер. Міне біз тоқыдық. Енді өздеріңіз осы рядпен ешқандай петля қоспай, примерно міне белге дейін, 24 сантиметрге дейін 2-3 қатар қосып тоқсаңыздар болады. Міне мен 24-ке жеткізгім келген, 24 тоқсам дәу болып келеді екен. 21 сантиметр тоқыдым. Осымен біздің үстіңгі бөлшегі бітті. Келесі жеңі мен етегін көргіңіз келсе, төменгі сызға тастап кетіп, сол сызға арқылы өтіп қарап алса болады. Міне мен өзіме керекті жерін тоқып алдым. Жеңі менде 16 сантиметр қылып алдым. Енді біз жең шығарамыз. Жең шығару үшін біз көрсетіп жіберейін. Түйреуіш тұрған жерге дейін тоқимыз. Мына түйреуіш жерге дейін келдік. Біз бұл түйреуішті қазір алып тастаймыз. Бізге енді бұл түйреуіштің қажеті жоқ. Және осы жермен мына екінші түйреуішке дейін мына түйреуіштің орнына мына жерден аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5 петля тоқимыз. Жалта тоқсаңыздар өздеріңіз ертеріңіз, өйткені жеңі тар болып қалмау керек. Көрдіңіздер ғой? Енді мына екінші түйреуіштің орнын алып тастаймыз. Осы жерге біріктіреміз. Көрдіңіздер ғой? Түсінікті ме? Енді артқа жағын тоқимыз келесі түйреуішке дейін. Міне біз екінші арқа жағын тоқып алдым. Енді мына түйреуішті аламыз тоже. Бұл енді бізге керек емес. Осы ортаңғы тесіктен 5 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді келесі түйреуішке апарып қосамыз. Дәл ортасына біріктіреміз.
Енді мына жағын кәдімгідей тоқимыз. Біткенше осылай тоқып бітіре саламыз. Міне, көрдіңіздер ме, осындай бізде жең пайда болды. Енді біз ары қарай мен көрсетейін қалай жалғастыратынымызды. Жаңағыдай үлгіде енді сплошной ешқандай петля қоспай біз тоқи береміз. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Бағанағы тоқылған 5 петляны жалғастырып тоқып кетеміз. Мен тоже іліп аламыз біреусін. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Мына жерде бесеу. Ары қарай жалғастырып арқа жағын тоқып кетеміз. Ары қарай өздеріңіз тоқып беріңіздер. Міне біз тоқыдық. Енді өздеріңіз осы рядпен ешқандай петля қоспай, примерно міне белге дейін, мысалы үшін 24 сантиметрге дейін бір 2-3 қатар қосып тоқысаңыздар болады. Міне мен 24-ке жеткізген жоқпын, өйткені 24 қосам дәу болып кетеді екен. 21 сантиметр қылып тоқыдым. Осымен біздің үстіңгі бөлшегі бітті. Келесі жеңі мен етегін көргіңіз келсе, төменге ссылка тастап кетемін, сол ссылка арқылы өтіп қарауларыңызға болады. Міне біз енді жеңіне келдік. Жеңін тоқу үшін бізге мен таңдадым, етегіне жеңі бірдей болсын деп. Және бұны бүйтеміз. Мына жерден дәл ортасынан аламыз. Екі петля жоғары көтереміз, және біреусін іліп аламыз. Етегін қалай тоқыдық, солай ары қарай тоқып кете береміз. Айналдыра.
біз соңғы несіне келдік. Енді мына екеусінің басын бір-біріне былай біріктіреміз. Сосын екі петля жоғары көтереміз. Мынаны былай айналдырып өтпейсіздер, былайынан айналдырып қайтадан кері тоқимыз. Мына екінші айналымды айналып өттік. Бұл жерде де дәл солай. Мынау басы мен мынау басын біріктіреміз да. Екі петля жоғары көтереміз да. Мынаны айналдырып дальше тоқимыз. Осылай ары қарай өздеріңізге қажетті мөлшерде жеңді тоқып аласыздар. Міне біз бір жеңді тоқып біттік. Енді біз екінші жеңін тоқуды бастаймыз. Дәл ортасынан аламыз. Екі петля жоғары көтереміз. Және бір петляны іліп алып, ары қарай тоқи береміз. Бір петля іліп аламыз. Бір, екі. Бір петля іліп аламыз. Бір, екі. Тағы да бір петля іліп аламыз. Бір, екі. Дальше осылай тоқи береміз. Келесі айналымға дейін. Бір петля іліп аламыз. Бір, екі. Соңғы жағына келдік біз.
және мына басы мен абасын біз біріктіреміз. Екі петля жоғары көтереміз. Былайынан айналдырамыз. Қайтадан келесі айналымға дейін тоқып келеміз. Соңғы петляға келдік біз. Мына басы мен мына басын бір-біріне біріктіреміз. Екі петля жоғары аламыз, бұлай айналдырамыз. Қайтадан айналдыра тоқып шығамыз. Осылай айналдыра отырып, еш өзгеріссіз қажетті мөлшерге дейін тоқып шығасыздар. Енді біз мына кардиганға етегін узорлап салу үшін ары қарай тоқып өтеміз. Мына қараңыздар. Басынан аламыз. Бір, екі, үш. Бірінші, екінші, үшінші петляға тоқимыз. Ары қарай бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш. Үшінші петляға тоқимыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш. Соңына дейін осылай чередовать етіп тоқып өтеміз. Міне біз соңына дейін осылай тоқып алдық. 3, 5 и соңғы жағын былай біріктірдім. Енді бір, екі рядты тоқимыз да былай қарай аударамыз. Енді бір накид іліп аламыз. Міне соңғы петляға келдік. Екі петля жоғары көтердік. Бір накид іліп аламыз да соңғысына біріктіреміз. Бір, екі. Былайынан аударамыз. Бір накидті іліп аламыз. Көресің. Енді мынау 5 петляның ішіне біз 9 накидпен петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына 3 петляның ішіне бір петляны іліп алып тоқып кетеміз, накидсіз. Келесіге 9 петля, бір накид, бір петля, 9 петля накидпен
до конца чередовать етіп тоқып шығамыз. Міне мен до конца тоқып өттім. Енді соңғы біріктіруге келген кезде бір накидті іліп аласыздар да мына жерге біріктіреміз. Осымен етегі бітті. Енді мына жіппен мына жағын полностью тоқып шығамыз. Просто ішін тоқып шығамыз. Мінекей достар, біздің кардиганымыз осымен аяқталды. Етегі мынандай болды. Түймені өздеріңіздің қажеттеріңізге қарай қадайсыздар. Егер менің видеом ұнаса, подписки бөліміне өтіп, лайк, комментарий басуларыңызды өтінемін. Мен етегін мына жерге дейін тоқыдым. Енді мен мына жаққа мына жіпті кішкене разнообразие болу үшін жалғап өтейін. Екі бетті жоғары көтереміз. Енді мына артық жіптерді мынаның ішіне қарай тоқып кіргізіп тастаймыз. Осылай до конца тоқып шығамыз. Міне осыны ары қарай жалғастырып, бір 2-3 рет тоқсаңыздар жеткілікті болады деп ойлаймын. Міне менде үстіңгі несі осымен аяқталды. Енді мынаны біріктіріп мына жерден қайшымен кешіріп тастаймыз. Мына артықтарын ішіне қарай кіргізіп тастауға болады. Және мына жерін тоже.
осымен бізде үстіңгі бөлігі бітті. Келесі жеңін тоқу үшін менің келесі бөлімнен қарасаңыздар болады. Енді біз мына кардиганға етегін узорлап салу үшін ары қарай тоқып өтеміз. Мына қараңыздар. Басынан аламыз. Бір, екі, үш. Бірінші, екінші, үшінші петляға тоқимыз. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Үшінші петляға тоқимыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Соңына дейін осылай чередовать етіп тоқып өтеміз. Міне біз соңына дейін осылай тоқып алдық. 3, 5 и соңғы жағын мынай біріктірдім. Енді 1, 2 рет тоқимыз да былай қарай аударамыз. Енді бір накид іліп аламыз. Міне соңғы петляға келдік. 2 петля жоғары көтердік. Бір накид іліп аламыз да соңғысына біріктіреміз. 1, 2. Бұлайынан аударамыз. Бір накидті іліп аламыз. Көресін. Енді мынау 5 петляның ішіне біз 9 накидпен петля тоқып өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына 3 петляның ішіне бір петляны іліп алып тоқып кетеміз. Накидсіз. Келесіге 9 петля, бір накид, бір петля, 9 петля накидпен до конца чередовать етіп тоқып шығамыз. Міне мен до конца тоқып өттім. Енді соңғы біріктіруге келген кезде бір накид іліп аласыздар да мына жерге біріктіреміз. Осымен етегі бітті. Енді мына жіппен мына жағын полностью тоқып шығамыз. Просто ішін тоқып шығамыз.